Өлімден кейін өмір бар, мәңгілік өмір. Бар десе, біреулер сенеді, біреулер сенбейді. Енді ақылы бар, көздері көкірек көзі ашық адамдардың барлығы сенеді. Олар өздері оқыған, тоқыған, көздері жеткен, біледі. Өздері сенеді, басқаларды айтып жүреді. Бірақ кейбіреулері бір аз пайыз сенбейді адамдар. Ол бұрында болған, қазірде сенбейтіндер бар, бұрында болған. Сол туралы мына немереде былай деп айтылыпты қасиетті Құранда. Алғам сүресі 111 аятта былай дейді. Олар дейді, мына сенбейтіндер туралы айтады, надандар туралы. Олар дейді, көктен алдарына періште түссе де сенбейді дейді. Сөнген өліктер сөйлесе дейді, өліп қалған адамдар сөйлесе дейді. Сенбейді олар дейді. Осы 1600 жыл бұрын айтып кеткен ғой. Сенбейтін адамдар туралы. Өйткені олар Аллах тағала көкірек көздерін жауып тастаған ғой. Көз алдарында перде тұр олардың. Оларға қандай ғажап көрсетсе, сенбейді. Бұл сиқыр дейді. Қазір мына оның алдына келіп бір періште қонсында, мен періштемін деп айтсыншы. О дүние бар, сен дайындал десе де, сенбейді. Ол сиқыр деп. Біреу мен сиқырлап тұр, мен дұғалап тастаған біреу деп. Сенбейді ол. Ал ақылды адамда біреу алдына келіп періште қонатын болатын болса, ол айтады, міне Аллахтың ғажайыбы, кереметі, міне бар деді ғой періште, міне маған көрсетті дейді. Сол сияқты айтады, тіпті өліктерді сөйлесе дейді. Олар міне сенбейді дейді. Мен айтам, қалай сенбеуге болады? Олар осы туралы тақырып болатын болса, кез келген жерде бір ғалымдар айтып жатса да, осы тарақ өлім туралы айта береді екен, ол шатқан, өлесің, қаласын, шірисің деп шығады. Бәрін айтатын осы, надандардың. Қалай сенбейсіңдер, қалай сенбейсіңдер? Бар, кім барып келді о дүниеге дейді, барып келген адамдар. Біреу емес, екеу емес, 100 емес, мыңдаған адамдар бар. Мына пайғамбарларды былай қойғанда, жай адамдар, міне қазіргі заманның өзінде клинический смерть дегендер бар. Міне өледі, адам денесі қатып қалады, жан шығып кетеді, содан кейін бір жарты сағаттан кейін қайта жан кіреді. Сонда жарты сағат бойы жан қайда болған? Сонда сол туралы ғалымдардың жазған кітаптары бар. Бір ғалым «Жизнь после смерти» деген кітап жазады. Сонда 365 адам ба, сондай адамды тексереді. Ол жалғыз емес. Біреу Африкада, біреу Америкада, біреу Европада, қай жерде клинический смерттен кейін 1 сағаттан кейін тіріліпті, 20 минуттан кейін тіріліпті десе, соған барады, тексереді, гипнозбен ұйықтатады ғалымдар. Соны сұрайды қайда болғандарын. Солардың барлығының айтатыны о дүниенің бар екені. Барлығын айтатыны адам ісіне жауап береді. Солардың көбі жұмақты көрсеткен, кейбіреудің дозақты көрсеткен. Сонда дозақты көргендерді, жұмақты көргендерді қайтып келгеннен кейін өмірлерін образ жизни 100%-ға өзгертеді екен ғой. Жан таласып, жақсылық істеуге, сауап жинауға тырысады екен. Таңертеңнен кешке дейін жан таласа тек жақсылық қана істейді екен. Өйткені олар көріп келді. Сауаптың қасиетін, жақсылықтың қасиетін, жамандықты істесе не болатынын бәрін көріп келді. Елге де айтады. Оғаларға да сенбейді. Айтып отырмын, міне өліп тірілген адамға оған да сенбейді, мына надандар. Бар онда бір кітап емес, ол бәленбай ғалым, бәленбай кітап жазған оның бәрін. Сонда оқысаңыздар, ол дәлел бос сөз емес, ол ғылыми дәлел ғой. Ол рас, ол барлығы айтатындары сол. О дүниенің бар екені, адам әр сөзіне жауап береді, әр ісіне жауап беретіні. Сондықтан мына надандарға ермеу керек. О дүние жоқ, өлесің, қаласың, шірисің деп. Өлесің, қаласың, шірисің болса, онда мына ақылды адамдардың біреуі де өмір сүрмейтін еді. Не керек ондай бос өмір? Шәкәрім ата айтады ғой. Егер де о дүние жоқ болса дейді, ақырет жоқ болса дейді, онда мен өмір сүрмес едім дейді. Не керек онда? Жан таласып, көрінгенмен алысып, неше түрлі қиыншылыққа төзіп, содан кейін өлесің де қаласың, шірисің. Ондай өмір не керек дейді. Мен ондай өмір болған мен келіспейтін едім дейді. О дүние бар дейді, бәріне біз жауап береміз дейді. Сондықтан әрбір іс-әрекетімізге, әр сөзімізге сақ болуымыз керек. Мына надандар айтып отыр ғой. Кім барып кепті ғой? Барып келгендер өте көп. Олардың кейбіреуі айтады, олар не көргендерін кейбіреуі айтпайды. Но бірақ барлығы, тіпті біткен алкоголик, наркомандар да бар араларында, ғалымдар тексерген. Солардың барлығы дұрыс жолға түсіп кеткен ғой. Сұрағанда, гипнозбен ұйықтатып сұрағанда болған жағдайдың бәрін айтып беріп отырған. Барлығын айтқаны келген. Ешқандай қарама-қайшылық жоқ. Ол анық, о дүние бар, барлық ісімізге жауап береміз.
оған ешқандай күмән жоқ.